ба Бизура да атыңыз. Бизура. Өте қуаныштымын. Осы Қытайға келіп сіз сияқты жанмен ашық жарқын жаңағыдай сіз де айтып жатсыз ғой, қорқамын деп та кеше мысалы қорқыныш деп айтып жатсыз ғой, қалай не істейміз, қалай болады, ол танымайтын адам деп та бір-бірімізді істеп жатырқаймыз ғой енді басында. Бірақ жатырқасақ та сіздің ішіңіздегі жаңағы бір бауырмалдығымыз ғой, қазақ пен қазақ деп та сол бір-бірімізді іздеп сол бүгін шақырып міне бүгін бірге шығайық деп айтып жатқаныңызға өте көп қуаныштымыз. Әрине рахмет сізге. Бизура деген ханыммен бүгін осындай сұхбат алайын деп жатырмын. Бұл кісінің тарихын білгіміз келеді. Бізден қандай айырмашылығы бар, Қытай елі қандай, танығымыз келеді деген сияқты ғой. Бізге бұрын Қытай ойбай жаман деп түсіндірді ғой, бірақ мен кеше келіп бір басқаша қырынан көріп жатырмын. Бұл жақта да сапаның бар екенін көріп жатырмын да. Соны бір сізден сұрайын өз аузыңыздан. Бірінші сол тарихтан бастасақ, әке-шешеңізден қалай бұл жақта тұрып жатыр, қалай болды, қалай келді, қандай жұмыста жасадыңыздар деген сияқты сұрақтарға өзіңіз бір айтып, әңгіме барысында айта берсеңіз. Мен естуімдече менің апамның айтуында. Сол 2006 Қазақстанға бардық дедік қой. Әлгі атамның әлгі жеңгесі дейміз ғой енді. Ажапамыз сол жаққа барған кеткен кезде соның баладары бізді барыңдар, бір көріп кетіңдер деп айтты да. Соған енді мына күйеуімге бар десек, бұл қытайша оқыған, тілді жақсы білмеймін, өзіге барсам қайтып сөйлеймін деп. Бір көріп кетіңізші деп бізге әлгі неме жасатқызды, паспорт. Жасатқызып Полат бір барып келді, ой әке, сен бір апарып келейін деп. Ана апамдар, атамдар бұрын әлгі сол бір вақыттарда әлгі бұдарды қызмет мұнасабетімен әлгі немесі білен әлгі немеге түсіріп сады. Тұрпан деген жерге. Тұрпанды басындар ма әлгі? Ыстық 40 градус барадың жер. Елдің бәрі емге барады. Ремет ұзын болған адамдар, Тұрпан деген жеріміз бар. Үзім шығатын жер. Кішмеш бар ғой, көк кішмеш, су шығатын жер. Су жақтың шығады, ыстық болады емес, 40-50 градус шығады. Сөзеге апарып 15 жыл тұрып келді қайнапамдар. Не деп дегенде бұдар әлгі Қазақстандық, әлгі шетелдік деп, шетелдіктен бұрын бір вақытта бір вазиет болып, сода түсірілді әлгі. Аудардық дейміз ба, аудап сол төменге түсірді. 15 жылдан кейін қайнатамды қайтадан ашықты. Енді қайнатамдар соқты, не үшін Қазақстанның адамы болып қалды деп апамнан сұрайын ғой. Сұраған кезде мынау 50 нешінші жылы әлгі бір ар жақтың адамы бір жаққа қалып, мына жақтың адамы ар жаққа келіп қалған уақытта атамдар Аягөз, Семей Аягөздің адамы екен, сол жердегі кісілер екен. Мал бағу себебіменен өтіп қалған екен, мына жаққа. Қайырады ғой әңгімеміз. Сол. Рахмет. Осылай Қытайға келіп, Үрімжіге келіп, Қытайдың арасындағы Үрімжі деген жердеміз. Келген қадамдарыңға нұр жаусын. Рахмет. Кеше біз ана Меми деген гостиница дейміз ба, Меми деген әлгі магазин, дүкен дейміз, дүкен десек болады, дұрыс болады, сендер басқаша аталы бола ма деп ойлап отырмын. Орысша айтып кеткен. Орысша, сол түсінбей қалмасын деп отырмыз. Дүкен дұрыс, бұрыннан дүкен. Сол дүкенде отырған едік, енді бір Алланың бір не кезгені қызық, бір отырдық, содан кейін біз әлгі диқат қыламыз сөйлесек. Бәзі уақытта екеуміз қытайша сөйлеп кетеміз, қазақ сөйлеп кетеміз, қытайымыз көбірек болады. Сенің тоқтап тұр, қазақ диқат сөйледі, сөйтті, артымға қарап қойсам, бір жігіт келіп отырған, Қанзу Қытай екен деп отырдым. Сен екеуміз құдадары шақырады деп бір сөзі сөйлеп қалған уақытта, қазақсыздар ма дейді. Жалт қарадым, қарасам сіздің күйеуіңіз отыр. Ой, қазақпыз десем, мен де қазақпын деді. Ой, сәлем деді, сәлеміз. Көрістік екенбіз, сол көрісіп болып, сонан кейін қайдан келдіңіз десем, Қазақстаннан келдік дейді. Ой, жақсы болыпты, қарсы аламыз деп сөйттік. Сенің отырып қалдық, қазақтар көп па дейді. Ой, қазақтар көп бұл жерде десек, қазақ көрмедік қой деп сөйтіп қалды. Өнеңе сіз келдіңіз, келіп, қалай, Қытай қалай, жақсы ма, қорқынышты дейді ғой, былай деп сөйтіп сөйлеп қалдым ғой. Ондай іс жоқ. Өкіметіміз жақсы, өкіметімізге шүкіршілік. Барлығымыз өкімет істеген, әке шешеміз өкімет істеген, менің де әке шешем өкімет істеген. Кеше отырған жеріміз біздің үйдің жері, орталық болады, Үрімжінің орталығы ол енді.
Өз жерде әлгі кәсіби істейтін жер көп болады. Магазин, үлкен магазин ғой анау. Үрімжіде ең жақсы магазин сол енді. Дүкен сол, магазин деп қоямыз бәзірді. Көрдім. Сол. Өкімет орны көбірек болады. Сондай біздің қазақтар көп болғанда енді араласқан қазақ, жерден келген қазақ. Біз енді сол үрімжінің жерде кіндігі туылған қазақтарымыз. Біз енді өз уақытыда қазақ мектеп бар еді. Ұйғыр мектеп бар еді, ханзу мектеп бар еді. Менің күйеуім ханзу оқыған. Бастан аяқ ханзу оқып бітірген. Мен баста қазақ мектеп жоқ уақытта ұйғыр оқыған. Ханзу оқыған да рас. Қата айттым, ханзу оқыған. Қанша деген ол қытайша ма? Қытайша. 3 сыныпқа шейін оқыдым. Соң кейін ана бауырларым оқығаннан кейін ана әпекем Құлжада нағашы аталарым баққан. Соңынан нағашы апам қайтыс болып кетіп, әпекемді мына жаққа әкеп алдық та. Соның ол ханзу жоқпайды, ұйғыр жоқпайды. Соның кейін ханзудан шығарып, сен әкеліп оқы әпекеңді деп, ұйғыршада оқыдым. Ұйғыршада 8-ге шейін оқыдым. Оқып, соң бауырдарым қазақ мектеп болған, ол қазақша оқыды. Соң қазақшадан соң қазақ мектеп алыс, біздің қазақ мектеп біз бір 40 минут, 50 минут жүреміз автобуспен. Соң 2-3 бауырым болған, ол содарды әкеліп оқыды деп, ұйғыршадан қазақшада өткеді. Мен чала барлығыда, ұйғыршада сөйлеймін, ханзушада сөйлеймін, қазақша сөйлеймін. Ұйғыршада арабша жазады екен, Баста нече жазуған әлгі, латынша жазу. Латынша жазамыз. Біз оқыған кезде латынша жазған. Кейін арабшаға өзгерді. Сол арабшада жазады. Арабшада жазылады. Арабша жазылады. Арабшада жазылады. Оның бәрін үйрендік. Енді ол арабша үйренген уақыттағы адамдар 70 жылдан кейінгі балалар оқыдық. Латыншаны 70-тен кейін ары қарай 60 жылдағыдар арабшаны көп оқымайды, енді оқыса оқады, оқымаса оқымайды мынандай. Сосын қытайшаны да оқыдыңыз? Қытайшаны да оқыдым. Сосын барлығы чала енді, барлығы толық 100-де кете алмаймын, 150. Қытайшада әріптер қаншама бар дейді? 3000 ба? Қанша? Әріп көп. Мәсенге мен деген сөздің алдыда бір мынандай таяқша оқып қалса өзгеріп кетеді. Бір чекіп болып кетсе өзгеріп кетеді. Оны оқу қиындау. Лекін бұның тарихы ұзын ғой. Біз 20 неше әріппен түзгете саламыз, одан неше мың. Оның әлімге шейін мен қытайша оқыған күйеуім бәз қаттар оқпай қалады. Сонымен алғы немен ашамыз. Бір неме бар ғой, не дейміз қазақша? Алфавит? Оқпаймын, біздің әліппе. Әліппе сияқты бір қалың кітабымыз болады, одан нешеу болады, мынандай соған қарап, мына әріп екен ғой деп. Бәз әріпті шыққыз, ойбай, мені чекіт көбейіп қалды, бұл не әріп деп. Бір чекіт, әлімге дейін үйреніп әлімді үйренеді. Оны үйреніп, оны нақ, Қытайдың өзі де зерттейді, өздері ұқпайды. Оқыған адам ұғады. Соған оқысаң тоқисың деген сөз содан шыққан екен ғой. Оқыса тоқиды. Енді сонымен біз сол Қытайды қызықты, біздің тарихымыз сол енді. Жалпы енді қараңыз, балаларыңыз оқыды кішкентайынан, мысалы Қытайда көбінесе естимін, не деп, садиктен бастап мамандық үйретеді деген. Мектепте қалай үйретеді балаларды мамандыққа? Сондай бар ма мектептерде? Үйретеді, бар сондай мектептер. Садикте қалай балаларды, мысалы бізде тек тамағын береді, болды, балаға дым бермейді ғой, тек жаңа әріп үйрететін шығар, үйретсе балаларға. Неде? Балабақша. Кішкентай мектепке дейінгі ұйымдарда не үйретесіздер Қытайда? Үйрететін нәрсе көп қой. Баста кіреді, баста сол қалай, біз ана, не дейміз әлгі, кішкене баладар бақшасы барғанда, 36, біздің 56 миллет дейміз ғой, барлығымызда барамыз ғой. Қытайша оқыған балалар да барады, қазақ та барады, ұйғыр да барады, қырғыз да барады деген сияқты. Барғаннан кейін бірінші тіл үйретеді оларға. Сен қалай жатасың? Мен қызым кірген кезде ұқпайды, сөз ұқпайды, әпше ұқпайды. Ойбай, сөйлейміз ғой. Кірген уақытта осы түк ұқпай кірген, мұғалімдер соңғы ұйықтайсың, тамақ жейсің. Үммен сөндіріп. 3 айда қызым Қытайша болып шықты. Ойбай, соңғы жылады баста, жылағанда, үйренесің, ішіне кетпейді деп, соң береміз. Өнен кейін баладарды, енді жағдайы жақсы болған адамдар, қолы тиген адамдар балаларды еңгілшеден бастайды. Ағылшындан бастайды. Ағылшын бастап
жаттатқызады, бізді кәремет үйретеді. Сағатыға пәлен пұл деп үйретеді. Біздің жерде мектептер бар. Біздің ең жақсы мектеп 1-ші орта мектеп. Оған деген мәсенге кірудің өзі қиын ба? Ой, оған деген бір ғой, немне балалар емтихан береді. Ода 700 нөмір алып, 7 неміне әліппе болса, мәсенге әдебиет, алгебра деп бөлеміз ғой. Содан 100 өткен балалар бүйтіп пәлем келді осыған. Содан жоғары бала сол мектеп кіреді дейді. Сонда 1-ші орта мектеп, БИ деген бір мектеп бар. БА деп бір мектеп бар. Б деген әліппе ғой, латыншаға. Сол мектеп жақсы, өнен кейін 8-ші орта мектеп жақсы, өнен кейін 6-ші орта мектеп жақсы деп бізде 7 жақсы мектептер бар. Енді біздің қазақ балаларды ондай оқыған балалар күшті, ондай балалар ұтты әлгі оғасын ғой, біздің Бейжің, Чинхуада жүйе, атақты мектеп оған қол жеткен адамдар ой дейміз, қазақтан сондай мектепке балалар барған балалар көп. Енді сол енді оқу. Сіздің қызыңыз енді қазір үкіметте жұмыс жасайды? Өкімет істейді. Жақсы, өкіметіміз жақсы. Мен өкімет істеген. Өзіңіз де үкіметте істедік. Бұрын мен оқып кетпеген. Күйеуімде сол енді уақытта ата-анамыздың орныға кірген мен. Пенсия шыққанда бір баласыны қабылдаймыз деп кіргізеді. Соның ағам айтты, мынау бекер зиян кетпесін, балам сен кір деп. Менің жасым тура келіп қалды да. Соның қызметке кіріп кеткен, поштада істеген мен. Поштадан соның магазин ашты. Оны біздің жасымыздағы сен ұқпайсың, біздің жасымызда біледі, біз Алматыда сол магазин ашқан біз. Қытайдан барып ашқан. Ана нені ғой? Жаңағы баралқолка емес, бүкіл магазин ашқан. Бүкіл магазин ашқан. Неғып деген бірінші рет мына Қытай мегалар үлкен сарайда болады, әзір айтқанда Омега деген. Сол уақытта мен бара алмаған. Менді жіберген уақытта той жасаққа бара алмадым. Қытайдан қазақ бала, ұйғыр бала, Ханзу барды. Барып 1 жыл ашты ма, 2 жыл ашып, о жақты жауып қайтып келді. Сол жерде істеп 48 келгенде мен ауырдым да. Біз әсілі 55-те пенсия шығамыз. Не дейміз әлгі? Мекемеде әлгі бастық болып істегендер 55-те пенсияға шығады. Енді әлгі ішші дейміз ба? Әдеттегі істегендер 50-де шығады. Біз өкімет адам ғой енді. Сонда 48-де ауырып, соны мен істей алмай қалдым, соның идара болды, сен пенсияға шық деп, бізде әлгі ауру пенсиясы бар. Мағашымыз төмен болады. Енді нақ 55-ке келгенде 8.000 аламыз. Енді әлгі ерте шығып кеттім 48-де. Сонда мен 4.000-мен шықтым, әзір 5.000-ға таяу болып қалдық, сондай аламыз. Жалпы сонда ертең 55-ке келсеңіз 8.000 бере ма? 8.000 емес, сол бермейді қалады. Сол бердік, ақын әр жыл өседі мағашымыз. 200-300 жыл сайын өсіп тұрады, 5.000 кеп қалды. Бар ма? Бар. Қараңыз, енді сіз жаңа жұмыс уақытын айтып жіберіңізші. Жаңа бір қызықты оқиға айтыңыз. Жұмыста бізге ешқандай не бермейді. Өте андай прям таңертең кешке дейін жұмыс жасайды. Қалай жұмыс уақыты? Ой, қызық. Бір жылы мен Қазақстанға барғанда қайран қалған. 2006 барғанда түсте бір нәрсе қонақшы барғанда тамақ жеп түстерге бір қонақтың үйге барғанда бір шоколад бірнеке ала барамыз ғой, подарка ала барамыз деп күрсем обед деп кетіп қалғанда, обед, ойбай, мына сода істемей ма деп, тамақ жейміз, қызық екенсіз деп, тамақ жемейміз ба деді. Бізде ондай жоқ. Неғып дегенде біз бұл жақта мен жөнедің жеріміз көп екен. Тазалық жақтан 2006 барған тазалық жақтан Алматының тазалығыға мен қызыққан. Жолдар тап-таза не деген жақсы, өнеге адамдары етті. Бір түрлі жағымды, мындай жақсы екен деп көрдім. Енді қыр жаққа барғанда мен шошып кеттім. Жол жақсы емес, оңғыл тоқай. Не қылмаған кезде бардық, аягөзге барғанда барып мен ойбай бұл қалай жер кетіп жатырмыз. Пойызы жаман, бұл қалай мен келмекші оған деп ой болды сол Қытайымды істей берейін деп сөйтіп қалдым. Енді даму деген сол ғой, енді уақытта біздіңде де өте емес, бізде де ондай емес. Біздің тазалығымыз сіздерге жетпейді. Лекін әзір біздің 20 жылдан кейін біздің тазалығымызды көрдің, біздің адамымызды көрдің, сапасыны көрдің. Бұрынғы неше жылдың алдындағы сапа жоқ.
енді біздің мына жерде әрбір жерден келген көшіп келген адамдар көп. Біз енді жергіліктер енді көп көшіп келгендер көп нәрсені бізден үйреніп, оларда мәдениеті жақсы болып, әзір енді қырға барсаң дағы қалаға келгендей боласың. Олар бұрын қырдан бізге келген уақытта ойбай қырдың қала былай екен деп қалады, мақтанып қалады. Әзір қырдың адамдар бізден асыл кетті. Біз әзір қырға барамаймыз, қырдың жерін аламаймыз. Әзір деген олар деген қырдың адамы байығанда бұның барлық сол өкіметіміздің арқасы. Кедейді байытамыз, қырды байытамыз деп, әзір қырды байытты. Әзір біз жер аламыз, сотқа жер аламыз, бермейді бізге. Қырын опос болса, әзір қырын опос болу қиын. Бұрын қаланы опос болу қиын ғой. Әзір қырын опос болу қиын. Сондай болады. Бұрын біз қаланың ортасы болсақ, ой, қаланың ортасы дейміз ғой. Жаңа сіз сырт жаққа кетіп қалдыңыз. Сол қай жаққа кетіп қалдыңыз? Туыстарыңызға ма? Жоқ, туыстарымыз емес, таудың қастары, баяғы бұрын Қазақстан, бұрын Алматыға барған уақытта мен айтатынмын, байдардың барлығы, таудың қырда отырады десе, қарасақ әлгі дом салып, әлгі үйлер салып, үшқа салып, не деген пәйсі бұл үй, не деген әдемі, біз қашан сондай үйде отырамыз деп қалады жүрдік. Әзір ойлап көрсек, сондай үйдерге біз, әзір қырдың үйді сондай болып кетті біздің жақта. Сондай болып кетті. Шына тауға жақын екен, Алматыға ұқсас екен. Біз әзір ғой, біз әзір қалада пенсияға шықтық па, қыр жақтан үй аламыз. Біздің үйімізге баратын жер 40 минуттық жер. Осы жерден барса 40 минутта барамыз машинамызбен. Енді ондай жаңа авасы жақсы, адам аз, зауыт жоқ, магазин аз. Әлгі солар кішкене магазин өзің жеп ішпек бар магазин. Айғай-шу жоқ, басымыз ауырмасын. Кеше түнде су жоқ кетіп қалған. Кешелгі мемеге барып деген жерде үйіміз бар. 2 дом үйіміз бар. Ол жерде енді біреуін майлап тастадық, біреу апамның үйі еді, қайтыс болып кетті. Сол үйді қойып қойдық. Қара жаңғырақ болғаннан кейін песіміз барып, шелпек шалып, қабырғасына шығамыз ғой, өзің ұғасың енді, қазақтың жолы бойынша. Бағана сен бір жол деп сұрақ қалдың. Сол ойбай, сендер жеті атаны білесің. О, не деп білмеске? Ойбай, жеті атаны білмеген жетім қазақ дейді. Біздің жер мазақтайды, білеміз. Енді балаларымыз білмейді, дұрыс енді. Некен балаларымызға үйреттік, балаларымыз қазақша жазамағаннан кейін қанша жазды атасы. Жеті ата деп. Күйеуім болса, Найман болады, Найманның ішінде құты адам болады. Енді арғы бетін айтпай ақ қойын. Өзім Қызай боламын, Қызайның ішінде Торғай боламын. Қызай елінің Найманның ішінен шыққан. Найман шыққан. Қызай ана деп естігеніңіз бар ма? Қызай ана деп. Қызайдар көбіне Құлжада болады. Құлжа, бір аудан ғой ол. Енді ана Керейдер әлгі немнеде болады. Әлгі Алтайда болады. Алтайда. Қазақ көп болады. Қазақ көп. 90% қазақ. О жақтың ұйғырын біледі, Қанзуда қазақша біледі. Өнен кейін Тарбағатай. Бана апамның жері. Чәушек болады. Чәушекте Найманның ішінен тараған ғой. Ол жерде бәрі көп айтамайым. Тарихты мен айтып боламайым. Білмеймін енді. Өзім айтсам, біледігім осы менің енді. Мен сізден енді мына жағын сұрайын. Қытайша кейбір сөздерді сұрайын. Қызықты болсын, адамдарға үйренісіп жүрсін, Қытай сөзін шынымен білмейді екенбіз. Кеше нихау дегенді күйеуімнен сұрау, нихау дейміз, нихаудың өзін айтудың өзін. Сәлеметсіз деген, сәлемдесудің өзін басында айта алмадым мен. Сондай болады. Нихау деген бір түрлі сияқты да. Біз енді үйреніп қалғанбыз, сәлеметсіз ба деп айтып үйреніп қалғанбыз. Нихау деген сәлемдесу. Сосын рахмет деген шеше. Дұрыс қой, да? Дұрыс. Ол шешенің де бір басқаша интонация түсіп кетсе, басқаша болып кетеді. Ана шешені дұрыстап айту керек. Дұрыс, біз шеше дегенде біз латинша дейміз ғой. А, У, деген бір әріптерді үйренеді ханзуша баста. Сонда А, бүйтіп шығадығын, жоғары шығадығын, төмен шығадығын, жоғары дауыс, төмен дауыс, мен қазақша айтамай отырмын енді, сондай бір сөздер болады. Давай қытайша айта беріңіз. Қытайша айтқан шеше деген осы, шеше, рахмет деген сөз. Шеше мынай, звонмен кетеді, сондай болады. Ал неше теңге тұрады деген, қанша тұрады? Дуарче. Дошау деген қанша пұл?
Қанша пұл? Қанша пұл? До шо чән деген сөз. Чән деген пұл, до деген қанша, шо деген қанша пұл. До шо чән. Сондай болады. Мен де қымбат деген қалай? Гүй. Тай гүйлі деген, тай гүйлі деген, ой, өте қымбат қой деген сөз. Гүй деген қымбат деген сөз. Гүй. Так, сосын тағы қандай не? Қалай, так, қандай сөздер бар тағы? Көп қолданады. Көп қолданадығын енді сол шымы дейфаң, қай жер? Шымы дейфаң деген қай жер? 你到哪去？我去 тағы не деп сұрасақ болады. Сен өзің сұра енді, ұқпаған жерден. Мен ұғамай отырмын енді. Сізде ма? Сізде есіңізге түспей жатты. Болады осының өзі. Рахмет сізге. Көп сөйлеп кет. Жоқ, енді көп айтып кет. Көп нені білдіңіз. Көп тарихты білдіңіз. Көптеген сөздерді білдіңіз. Кеше келгенде күйеуіңіз айтты, ертең біз бір көрісіп, бір сөйлесейік деген едік. Ойланып қалдым да, ойбай, қалай болып қалады деп қарасақ енді. Қанша деймін, сізде шетелдік қой, бізде шетелдік қой. Енді бәзір айтады екен, ой, сіз кеше сіздің мұндай ма дегенде ашуым келіп қалды. Не өткенде, не, біздің жер жақсы ғой. Біздің жер ең қауіпсіз, ең жақсы жеріміз. Қай жерден келген адам болса қарсы алып отырмыз. Нәрседен емес, кешегі барған дүкенге барсаңыз, бағадары соп бетті қорқпай аласыз. Енді бұл жерде де арзан түсетін баға жерлер бар. Оған баға таласып жүріп аласыз енді. Ол жағында үйренсеңіздер болады. Өзімізде сондай. Басақ бізде баға таласамыз. Өлтірмақ сол бағаны, сізде таласқан бағаны біз аламаймыз бұл жақта. Бұл болды. Сіздер әмді ұқпаған екен, өре берексе болады екен деп қызық бір сөз айтып берейін. Бір жылы туыстарымыз келген сол жақтан арғы беттеп. Келіп, әлгі баған түсірген, мені тұрып қаптым. Ойбай, десем, түсіре береді екен ғой бұл жерде. Түсіре береді екен ғой дейді. Ойбай, мен ұялады екенмін дедім. Сөйтіп, мен де ұялады екен. Мен күйеуім саудаласа алмайды екен. Мен күйеуім саудаласа атқан, ана уже жылайын деп тұр. Жылағысы келеді. Сондай болады. Не дегенде одар пайда көрмейді деген сөз жоқ емес, пайда көреді. Көреді. Көрмесе оның мәгесін ашып не қылады? Ол қай жақтан негіз алып келеді? Фабрикадан алынады. Өздері ғой, одар бұлай болады. Одар мәсенге одар ғой, фабрика ашса, мәсенге Ваң деген, мәсен Ваң Же, Ваң Хуан, Ваң Ли деген адамдар бір ұрпақтылығы. Ваң деген адамдар аттары көп, бір ұрпақтан тараған адамды ғой, одар бір зауыт ашады. Мәсенге киім тікпекші болған болса, мәсенге одар рағын мен шығардым, сен ақша шығарып өзің жасайсың. Түймесін мен шығарам. Тігуіні мен қылам, сатуыны мен қылам, бөліп алады, бір ұрпақ бөліп алады. Оданың мынандай не қылмайды дейсіз ғой, ұтылмайды қанша. Ұтылмайды. Біз қазақтар, ана байып бараса, ананы тұрып тұсаймыз, мынаны тұрып тұсаймыз, біздің бірігіміз жақсы емес, қаймақтай болу керек дегенді, қаймақ, осы Қытай қаймақтай. Қаймақтай, ол өнеңе Қытай ақ көңіл, жақсылық қыладың болсаң, ақ көңіл жақсылық қыламысы өмір ұмытпайды жақсылықты. Ұмытқамайды. Бұдар болса, бір жақсылық қойдың ба, өмір ұмытпайды. Біздің қасымызда бар ғой, бір жақсылық қойдың, ой, бәлі өлімшелікпен адам ол андайды. Өнеген Қытайдар бар ғой, біз қазақтар боламыз, біз әмді астандық қалған, мұсылмандар боламыз ғой, бір мақтаншақ келеміз. Мақтаншақ түткіл бар нәрсеміз асып алып, киіп алып. Мынадардың байдарын ұқпайсыз, байыма деп. Әнегі мынадан бір көріп қалдым. Жаман мақтал жапан күлді. Мақталсым киіп апты, аяғын қолдан тіккен аяқ киіп апты, асты да. Не дейміз, аяқтың асты саламыз ғой? Ұлтарақ алтын. Байдар мұндай болады. Бұның баймен бір жылы қызық. Ұлтарақ алтын болады, бірақ сыртын бәрі жаман киім. Енді әдеттегі жаман емес, мақта киіммен, қарасаң бай сияқты емес. Қарапайым. Біз болсақ тапқан пұлымызға неше мың сөмке, сағат, тағы, асып аламыз да, бүйтіп жалтылдап жүреміз. Соның қаншасы рас, қаншасы өтірік ұқпаймыз.
соған енді көбінесе өтірікпен де жүреміз. міне бізде ондай қылмаймыз. Біз алсақ тағып алсақ жемей ішпей тақса ондай болады, қалыпты болу керек. енді қыз ұзатқанда тағамыз, бізге де той жасағанда таққанымыз бар, апарам. Міне бізде әдеттегідей енді қатты емес енді. Енді бай болғанға кім жақсы көрмейді? Бай болса болу керек. Сізге тағы бір сұрақ қойайыншы, сұрақ пайда отыр. Қандай бұлар жарнаманы қолданады көбінесе? Қандай нені ұстанады? Сауда жасаған кезде көбінесе мына немен сатама, интернетпен, тормен сатып жатсыз ғой. Сонымен сатама, әлде осылай айқайлап сатқанды көп жөн көреді? Мен магазин істедім, магазиннің бағасы, магазин киімдер қымбат дейміз ғой. Оның материалы жақсы болады. 100% жақсы болады. Мәселен, нақ мақтаның ішінде мақта болады. 100% болады. Енді мұнан мақта деп сатады көшеде. Мәселен, сіз мына копта алдыңыз ғой. Коптаның магазинді көрген шығарсыз, 700 мың неше деп тұр. Мың неше деп тұр. Сіз мына бір коптаны 100 нешеге аласыз. Шаушимыр деген жеріміз бар, мынадай таласып алатын жерлер бар. Мен 1000-ға дейін алдым мыналарды, мысалы. 400-300-ге алдым. Дұрыс. Сонда үлкен марке болады. Үлкен марке, халықаралық марке болады. Dior. Кеше көрдім. Оның тарихы үлкен ғой. Бренд. Мәселен, былай айтайық, күйеуіңіз мәселен оқыды. Оқығанда ол пәлені оқыды, ана оқыды, мына оқыды дейкенді. Сонда оқыған сайын оның құрсаты несі көп болады ғой. Үлкен зауыттағы, үлкен зауыт болады. Енді арзан зауыт деген бағанаға айттым ғой. Бір ұрудар. Ашарғала түймесі мен шығарам, анасы мен шығарам, біз бүйтіп сода қыламыз деген шаушимырда болады. Тегіп береді дейміз. Ал енді алғы сіз Dior деген ол үлкен зауыт қой енді. Қаншама пұл болды. Біз сондай магазин істеймін ғой мен. Енді оқшамайды алғы. Хаузер айтады алғы. 1 тиындық баға, 1000 тиындық баға деген сөз. 1 тиындық баға деген сөз, 1 тиындық бағаға түштік нәрсе шығады. Дұрыс па? Енді алғы тамақты айтайық әдетте. Осындай жердің тамағы, чайымыз не болады? Мәселен, 5-ші жұлдыз, 4 жұлдыз, 3 жұлдыз тамақ оқшамайды. Өзгереді. Он деген сылықтап бүйтіп шығарады. Барлық жерге оқшаш бекен деймін. Сонда енді тіл, енді тағы бір айтпақшы болғаным, осы тілден біз қиналдық. Сендер сөйлесіңдер, біз қорқып қаламыз. Сіздер орысша сөйлескесіз. Бізді қауынша қосады кесіңдер, ұйғырша қосады кесіңдер дейді. Енді кімнің тамағын жесең, соның сөзін қыласың ғой. Әрине. Мен бірінші рет Қазақстанға барған кезде Ташкент Петерва дегенді бір туыс. Ташкент Петерва деген жерде отырады екен, ал туыстар. Сөнеген алғы, не дейді алғы? Бір базар бар еді ғой. Алматыда бір базар бар еді ғой, алтын сататын базар, не дейді? Бір базар бар екен, сол жерге кетіп қалып әлгі Ташкент Петерваны ұмытып қаптым. Ташкент Петерва не қайтып барам деп. Ойбай, чош кетіп жолға қарайым сұрайын десем, ел жылап кетемеді. Мен де Қазақстан адамдар жаман ба деп қорқытса, ол жол жақсы көрміз, ол жолмен жүріп, бір сағат жүріп қарай кетіптім әлгі күйіп. Соң әрен тауып келдім. Сонда тіл қиын болады екен, тіл үйренсе болады екен. Соған менің айтпақшы болған, мейлі Қытайда болсын, мейлі Қазақстанда болсын, тіл үйренейік. Енгізше ғой, біздің уақытымызда енгізше, ағылшын дейміз бе, біз үйренбеген. Енді біз картиді оған үйренгіміз келмейді екен, әсір осы қата ұқсайды. Ойлап көрсем, кеше сендер әлгі дойын деп әлгі гостиницаны айтқанда енгізше шығарасыңдар, қараймыз екенбіз, біріміз қарап қоямыз, ұқпаймыз дегеннен ұялдық. Рас айтсақ, біз енгізше ұқпаймыз. Соны ойлағаным, сендер жақ келгенде қалысша үйреніңдер, бір-екі ауыз болса да қалысша үйреніп қойсып білу керек екен. Бесіңдер елдерге жалынышты болмайсыңдар. Енді енгізшеді мұн жақта біледі ғой гостиницадарды енді. Сол енді. Дамыған дәулеттер сол тіл үйренеді ғой. Рахмет сізге. Көп. Өте пайдалы болды. Танысқаныма өте қуаныштымын. Бизура деген атымыздың өзі қандай ерекше да.